Сәлем достар, баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге орыстың, украинның ұлттық тағамдарының бірі қызыл борщ дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен бізге осындай таза жуылған сиырдың еті мен сүйегі қажет болады. Кішкене майлылау болған дұрыс болады. Үстіне осындай тұз сеуіп, жақсылап қайнатып, пісіріп аламыз. Бізге осындай 40 қабат қажет болады. 40 қабаттың сыртыңғы қабатын алып тастаймыз. Екіге бөліп, ұзынша майда етіп тураймыз. Енді картоп, сәбіз, пияз және сарымсақты тураймыз. Мен борщ пісірген кезде үнемі сарымсақ қосамын. Себебі ол ерекше дәм береді сорпаға. Сол себептен сіздер де салуға тырысыңыздар. Осылай жартылай етіп турап шығамыз пиязымызды. Барлық көкөністерді турап, сарымсақты өте ұсақтап, майдалап тураймыз. Біздің көкөністеріміз дайын болды. Енді піскен етімізді, сүйегімізді сорпасынан осылай сүзіп аламыз. Міндетті түрде сорпаның көбігін алыңыздар. Бірінші орам жапырағымызды салып, яғни капустамызды араластырып, кішкене қайнағаннан кейін қалған көкөністерді саласыздар. Енді піскен етімізді осылай турап шығамыз. Еттеріңіз кішкене майлы болса, сорпаларыңызда сондай дәмді болады. Тамаққа ешқандай май қоспаймыз. Сол себептен ол өзінің жаңағы еттің майына, өзінің етінің майы шығып, сорпасы сол кезде дәмді болып шығады. Енді піскен етімізді сорпамызға саламыз. Жақсылап араластырып. Енді бізде қалғаны қызылша. Қызылшаны да жақсылап жуып, осылай кесіп, видеодағыдай етіп, өте жіңішке етіп кесесіздер. Қызылша қатты болғандықтан кішкене пісуде ұзақтау болады. Сол себептен сіздер жіңішке етіп кессеңіздер, ол кішкене тезірек пісетін болады. Бір үлкен қызылша қостым. Сол кезде сіздердің борщтарыңыздың түсі қызыл болады. Сондай керемет түс болып шығады. Енді қайнап тұрған сорпамызға қызылшамызды қосып, тағы да араластырып, шамамен 7-8 минуттай пісіреміз. Арасына лавр жапырағын қоссаңыздар болады, ерекше дәм береді. Жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз. Жай отта 7-8 минуттай пісіріп аламыз. Қатты пісірмеңіздер, қызылша салып болғаннан кейін, яғни сорпаларыңыз қатты қайнап кетпесін. Қатты қайнап кететін болса, кішкене түсі қызыл болмай қалады. Яғни қоңыр түс, ашық түсті болып кетеді. Сол себептен 7-8 минуттан артық қайнатпасаңыздар болады. Біздің қызыл борщымыз дайын болды достар. Өте дәмді, дайындап көрсеңіздер болады. Сіздермен болған Ақбота Садыкова. Келесі видеода кездескенше.